Ақшұқыр ауылының тұрғынымын, аты жөнім Қойшыбаев Марат. Сүйретбайұлы. Осы ауылда тұрамын, өскен жерім. Ал енді мына осы ауылдың мына су мәселесі жөнінде осы қаншама жылдан бері шешілмей жатқан мәселе. Мына ауылымызда 2012 жылдан бастап осы мына Сегізқұдық деген мына көріп отқан Сегізқұдық мәселесі шешіліп, осы ауылымызға су беріп, осы ауыл су алып отқан осы Сегізқұдықтан. Бұның енді Сегізқұдықтың суы деген енді ішуге жарап тұрған сондай су еді ғой сол кезден бері. Мына құдықтардың енді әртүрлі суының жаңағы біреу дистиллят дейді, оның бәріне енді қоспасын қосып, осы қалай болғанда да халық осы судан ішіп, сөйтіп жарап отқан су ғой. Енді осы былтырдан бері бұл суды жарамсыз деп, мына ауданның әкімі жаңағы өткенде экспертиздің қорытындысы бар. Бұл су мына жерге үйлер салынып, жекеменшікке беріліп кеткеннен кейін жаңағы сол жердің лас сулары менен жерасты сулары араласып, ішуге жарамсыз болып қалды деген қорытындысы бар деп, бұл жаңа мына Сегізқұдықтың ана жерде үлкен жаңа стратегиялық объектісі бар қоршаулы тұрған. Соның бәрін жауып тастады. Енді бұл жерге су жер беріліп кеткеннен кейін бұл мына Сегізқұдықтан әр жерде тұрған осындай құдықтардан жаңа Сегізқұдықтың құбырлары жаңа бір орталыққа жиналатын ана жерде жаңағы базаға. Оның бәрінің құбырларының үстіне үйлер салынып кеткен. Ал енді жаңа экспертиздің қорытындысы бойынша айтқанда, бұл жаңа жерасты сулары мен лас сулардың араласып кетуіне байланысты ішуге жарамсыз дейін десек, осы жердегі айналасындағы мына берілген үйлердің бәрінен осы су шығып, су ішіп, су сатып отқан үйлер бар мысалы да. Сонда ол қалай болғанда, осы мәселелер неге шешілмей жатқан, осыған бөлінген қарайған насостар алынған, мысалы 150 миллионға 2 миллионнан алынған насостар бар. Ол насостар қайда екен? Мына насос құдықтарды қарап отырып, бірде бір насос жоқ қойылған. Бұл құдықтардың бәрі қазір қалды, бос қалды. Енді бұл жерлерді қалай әрі қарай халыққа пайда жарамсыз қылып тастау не себеп екен, соны дұрыс анықтағымыз келеді. Осы ауылдың тұрғындарының сұрап отқан мәселелер, сол мәселелер. Сондықтан енді сол жөнінде өзімнің ойымды айтқым келіп тұр. Мына елдің сұрап отқаны осы мәселені шешіп, осы екі ауылға жететінде осы жерде мол судың қоры бар. Ал енді мына көріп отырсыздар ғой, бұл жердің жан-жағының бәрі, мына жақтың бәрі теплицалар салынған, ауылға беріп отқан жаңа үлкен мекеме, стратегиялық объектіміз, оны сірә жауып тастады, план беріп етіп, су жарамсыз деп. Бірақ жан-жағындағы үйлер суды сатып отыр. Оған ешқандай тосқауыл жоқ. Осыған кім жауап берер екен? Сосын жаңа осыған бөлінген қаражаттардың қайда кеткені де белгісіз. Мысалы, былтырдан бастап осы ауылымызда комхоз мекемесінің балансындағы осы құдықтардың бәрін комхоздың өзін КЖС мекемесінің балансына өткізіп жіберді. КЖС мекемесінің балансына өткенмен бұл осы Сегізқұдық оның жаңағы балансына ол өтпеген. Қазіргі жағдайда сұрағанымызда бұл аудандық ЖКХ-ның балансында дейді. Енді кеше ЖКХ-дан балансында дегеннен кейін жиналыста сұрағанда аудан әкімінің айтқан сөзі жаңағындай болды. Экспертиздің қорытындысы бар, су жарамсыз, лас сулармен осы жердегі тұрғындардың жерасты суларының араласуына байланысты бұл жаңағы жарамсыз деп, сондықтан жауып тастадық деген. Ал біз оған келіспейміз, мына ауыл тұрғындары. Бізге осы Сегізқұдығымызды қайтадан орнына жөндеп, осы ауылға көмекші, алдымызда көріп отырып, жаз келе жатыр, Каспийдің суы тартылып жатыр дегендей желеулер айтады, су жетіспейді дейді. Ал сондай кезде осындай мол судың қоры жатқан жерімізді неге пайдаланбасқа? Сол мәселе жөнінде өзімнің ойым айтып отқан осы. Сегізінде де су бар, насостар ештеңе жоқ, бәрі осылай міне жабылды, жаңа көрдіңіздер ғой. Ұрлау мүмкін емес қой, ол насостар деген ауыр насостар, ол кім қайда жаратады? Сол насостар қайда екенін өзіміз білмей тұрық қой, не үшін жауып қалды? Әкімнен сұрағанда ол әкім комхозға сілтейді, комхоз мысалы жаңағы КЖС-ға өтіп кетті, ЖКХ осы айналып келгенде дұрыс жауабын осыны бере алмай отыр ғой. Жаңағы айтып отқан қорытынды жауаптары жерасты сулары мен лас сулардың араласып кетуіне байланысты жарамсыз болып қалды деп отқан қорытындыны ғана айтып отыр. Сол себепті жаптық дейді. Ал енді ол кезінде бірақ айтып келген, қосамыз, осы жерде 100 құдық қазамыз, оны әрі қарай дамытамыз деп айтып келді. Енді кеше соңғы айтқанда, осым сұрамаң, бұның бәрі жабылды, экспертиздің қорытындысы бар дегенде қорытынды шығарып тұр ғой. Біз соған келіспей отырмыз. Бұл енді сол 12-ші жылдардан бері басталған болу керек. Сол кездерде басталды. Ана жерден үлкен су тұтатын заводтар салынды. Ол заводтың қазір орны тек бос қалды. Онда жаңағы детский площадка бірдеме саламыз дейді. Ол жерге де қарайған ақша бөлініп, ол ақшаның қаяқ кеткенде белгісіз. Мемлекеттің, халықтың ақшасы ғой, желге ұшып кеткен. Біз соны сұрап отырмыз. Бізге сол мына Сегізқұдығымыздың бәрін орнына келтіріп, жүргізіп, осы екі ауылға, мына Сай мен Ақшұқырға, сол халыққа көмек ретінде осы суды өзіміздің жеріміздің астымыздан шығып жатқан суды беріп отса деген үмітпен.